120-ші сабақ дара және күрделі сын есім дейді. Сын есімдерді ажыратамын. Мәтін мазмұны бойынша өз ойымды айтамын. Диалогке қатысамын дейді. Қазір кезде ғарышкешті игеру жылдам алға басып келеді. Аз ғана уақытта жер төңірегінде 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабарлар таратылады. Алыс жерлермен радиотелефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылады дейді. Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт дейді. Бұл жерде ғаламшар жер арқылы аспанға біздің Байқоңыр, Қызылорда қаласындағы Байқоңыр қаласынан Ресейдің және басқа да елдің ғарыш айлақтарынан ғарыш кемелері ұшырылады екен, иә? Қарамен жазылған сөзде сын есім қай түріне жатады дейді. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде алыс және үлкен деген дара сын есім, иә? Дара сын есімге жатады екен, иә? Дара сын есім бұл екеуі де. Енді бізде 13 жаттығу. Сендер ғарыш айлағында бардыңдар. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкер қандай сұрақтар қойыретіндер? Бірінші, ғарышкер біздің тілші болып бір-біріне сұрақ батасыңдар дейді. Мына қараңыздар. Бірінші, сәлеметсіз бе деп амандасамыз, иә? Мынау тілші амандасып жатыр. Ғарышқа ұшар алдыңызда жағдайыңыз қалай деп сұрақ қойды, иә? Мына жерде әріптер өшіп қалып тұр, жөн жазбаған ба? Ғарышкер, сәлеметсіз бе? Әрпі, сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз, не болса, ғарышкер болса, амандасып жатыр, иә? Сәлеметсіз бе? Жағдайым жақсы дейді. Тілші сұрайды, ұшуыңыздың басты себебі қандай дейді. Ғарышкер, жұлдыздарды зерттеу, иә? Тілші, сәтті сапар тілейміз. Ғарышкер, рахмет деп жауап қайтарды, иә? Міне өйстіп жазады екенсіздер. Тілші мен ғарышкердің екеуінің диалог екен. Ары қарай бізде қараңыздар. Берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Қызыл ала, жасыл сары ала, көк ала дейді. Мына жерде қараңыздар. Қызыл ала, жасыл ала, сары ала, көк ала дейді. Берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құраңдар дейді. Апам қызыл ала доп әкелді. Шөп жасыл түсті болады. Анамның сары ала сөмкесі бар. Аспанда көк ала бұлт көрінді. Бұл жерде қараңыздар. Үстіп жазасыз екенсіз. Апам қызыл ала доп әкелді. Шөп жасыл түсті. Анамның сары ала сөмкесі бар. Аспанда көк ала бұлт көрінді. Бұл жерде қараңыздар. Дара сын есім жасыл, иә? Мына жерде қызыл ала, сары ала, көк ала күрделі сын есім екен, иә? 12 жасы өзің қалаған бір сын есімді таңдап ал, сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле дейді. Қараңыздар. Бұл сын есім қандай сұраққа жауап береді? Нені білдіреді дейді. Бұл сын есім қандай сұраққа жауап? Мен жасыл деген түсті алдым, иә? Бұл қандай деген сұраққа жауап береді екен, иә? Жасыл деген. Қандай? Жасыл доп. Қандай доп? Жасыл доп. Түсін білдіреді, иә? Екіншісі мағынасына жағынан қай зат есім байланысады? Нені білдіреді? Нені білдіреді? Ол түсті білдіреді екен, иә? Мысалы, жасыл, көк деген түсті білдіріп тұр. Мағынасы жағынан қай зат есіммен байланысып сады дейді. Байланысқанда қасында мына жасыл доп, жасыл шөп, иә? Жасыл көйлек. Осытып бір-бірімен байланыстыруға болады екен, иә? Бұл жасыл деген дара сын есім екен, иә? Өстіп жазады екенсіздер. Талдаған кезде. Енді бізде 13 жаттығу сурет бойынша сын есімді қатыстырып мәтін құрастырып жаз дейді. Мына жерде баланы көріп тұрмыз. Мына мен бүйтіп жаздым. Айбек ғарышқа ұшты. Оның киімі сіздерге мына жерге көрінбей қалу үшін әріптері киімі өте мықты. Себебі ғарышта температура жоғары болады. Басына арнайы домалақ бас киімі бар. Айбек бізге бас киімі бар, иә?
Айбек бізге ғарыштан ғаламтор. Бұл жерде қараңыздар, басында арнайы домалақ бас киімі бар. Айбек бізге ғарыштан ғаламтор арқылы байланысып тұрады. Айбектің арт жағында жұлдыздар жарқырап тұр. Өйстіп жазады екенсіздер, иә? Әлде мен ручкам жөнді болмай қалған ба, жазылмай қалыпты, что-то жөндіші. Мына былай қарап көрсетейін. Жазады екенбіз.